Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай тәтті шығыс тәттісінің рецептімен бөліскім келіп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Өте дәмді песочный тестаға жасалған, меренгамен жасалған шығыс тәттісі. Ендеше рецептпен бөлісе кетейін. Ең алдымен ұнымызға шекерімізді, разрыхлителімізді, содан соң салқындатылған сары майымызды осылай майдалаймыз. Толықтай осылай майдалап алыңыздар. Бұл біздің песочный тестаға өте маңызы зор. Қыздар, майды қолданған кезде міндетті түрде ең аз дегенде 72%-ін қолданыңыздар. Пампушка сияқты майлар болмайды. Сіздің тестаңыз дұрыс шықпай қалады. Барлық майды осылай майдалап аласыздар, не болмаса күшті пайдалансаңыздар болады. Майымызды толықтай майдалап алдық. Енді ұн мен шекерімізді, майымызды жақсылап араластырып аламыз. Майымыз ерігенде ұнымыз сарғыш түске бөленеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Енді оған 20% қаймағымызды қостық. Бір жұмыртқамызды қосып қамыр илеп аламыз. Қамырымыз майдан жасалғандықтан міндетті түрде холодильникке саласыздар. Мен 1 сағатқа емес, жарты сағатқа морозильникке 20 минутқа қойып аламын. Кем дегенде 20 минут қойып алыңыздар. Енді меренгамызды дайындайтын болсақ, белогымызға шым-шым тұз қосып алыңыздар. Бұл біздің белоктың көтерілуіне жақсы әсерін тигізеді. Енді шекерімізді бөліп қосып аласыздар. Бірден қоспаңыздар. Біздің белогымыз көлемін шесе ұлғайтты, байқасаңыздар. Шекерімізді бөліп қосып жатырмыз. Меренганы бұл белокты дайындағанда жұмыртқаның сарысы түспеу керек. Сәл болса да түссе де өзі сіздің неңіз бұзылады. Сондықтан да соған аса мән беріңіздер. Ішіне түсіп кетпесін. Белогымыз біздің қатты қою болды. Енді біз тестамызды байқасаңыздар, міне қою. Енді қамырымызды үш бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды жайып, майдан жасалғандықтан, қамырымыз көбінесе май болғандықтан тез жабысып қала береді.
Onda көп қосқаным сода. Осылай салып аламыз. Енді шеткі жағын жайып аласыздар. Қамырымыз өте жабысқақ болып тұрмай болғандықтан. Шетіне осылай видеодағыдай жабыстырып алыңыздар. Шет жақтарын осылай толықтай жабыстырып аласыздар. Жұқалау жерімізге қамырымызды осылай қосып жібердім. Мен осындай өрік, мейіз, жаңғақтарымыз, өрігіміз жоқ, енді әрине өрік қосаңыздар тіптен жақсы болады. Менде жаңғақ пен мейіз, арахисті осылай жайып алдым. Енді дайын болған белогымызды қосамыз. Қыздар, мен мұны өз үйімде жасағандықтан қолғап қолданбадым, оған аса мән бермеңіздер. Белогымызды толықтай жайып аламыз осылай. Менде көлемі кішкентай жұмыртқа болғандықтан 4 жұмыртқаның ағын қолдандым. Егер жұмыртқаңыз үлкен болса, 5 жұмыртқаның ағы да жетеді. Беткі қамырын жұқалау болып жаясыздар осылай. Шеткі жағын жақсылап бекітіңіздер, өйткені қамырымыз піскенде шеткі жағы ажырап кетіп жатады. Соған аса мән беріңіздер. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып аласыздар.
не күн жұт, не мақты сеуіп осылай әсемдейсіздер. 180 градуста 35 минутта пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.